Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сырдан жасалатын өте дәмді лепешкалардың видео рецептісін көрсететін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Бұл кәдімгі пицца сияқты болып шығады, бірақтан да енді пиццаға бізде көп заттар қажет болады ғой құрамына. Ал бұл жерде бізде тек қана сыр ғана қажет болады. Енді дәмі күшті болып шығады қыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт, ерітілген сары май және де жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және де 1 шай қасық ашытқымызды салып жақсылап араластырамыз. Қалауыңыз бойынша сары майдың орнына кәдімгі қаймақ немесе айран қоссаңыздар да болады. Енді ұнымызды шетінен қосып отырып, араластырып, кәдімгідей жұмсақ қамыр илейміз. Бұл қамырдан бізде бір ғана лепешка шығады. Егерде сіздер 2 немесе 3 жасағыларыңыз келсе, осы рецепті көбейтіп қосып жасасаңыздар болады. Енді бетін жауып, жарты сағатқа 1 сағатқа шамалы көтерілгенше қойып қоямыз. Енді бетіне жасайтын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай 5-6 дана сарымсақ қажет болады. Оны осындай езгіштен езіп аламыз. Егерде сіздер бұндай сарымсақты ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар болады. Келесі қалауыңыз бойынша көк пияз, укроп және де зеленді қалауыңыз бойынша турап қоссаңыздар болады. Бірақ енді дәл осы көк пиязды қосатын болсаңыздар, дәмі де иісі де керемет болып шығады. Енді алдыңғы сарымсағымызға қосамыз, жақсылап араластырамыз және де бөлме температурасында еріп тұрған осындай сары майымыздан 3-4 қасықтай қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бізге бетіне сыр қажет болады. Мендегі моцарелла сыры. Сіздер өз қалауыңыз бойынша кез келген сырды қоссаңыздар болады. Осылайынан видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша етіп барлығын турап аламыз. Міне біздің қамырымыз шамалы көтерілді. Енді алып кәдімгідей оқтаумен домалақ етіп жайып аламыз. Осы қамырды сіздер кәдімгі пиццаға қолдансаңыздар да болады. Бірақ енді мен үйде кәдімгі сыр көп қалғандықтан осындай сырдан жасалатын лепешка жасап көрсеткім келді. Енді пиццаның құрамына көп заттар қажет болады ғой. Майонез, кетчуп қажет болады. Ол заттар менде жоқ болғандықтан тек қана сырдан ғана жасап көрейін дедім. Енді формамызға жақсылап орналастырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан пышақпен шамалы бетін кесеміз. Міне осылайынан 4 бұрышты етіп кесіп алғаннан кейін алдыңғы біздің дайындап қойған салмамызды қасықпен жағып шығамыз. Енді бетіне алдыңғы кесіп дайындап қойған моцарелла сырымызды барлық жағына жеткілікті етіп орналастырып шығамыз. Кез келген сырды қолдана берсеңіздер де болады. Енді қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің сырдан жасалған лепешкамыз дайын болды. Енді формадан босатып, кәдімгі ыстық күйінде кесеміз.
Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен осындай өте керемет әрі оңай жасалатын видео рецепттермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмас үшін астындағы подписаться батырмасын басып, қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде жаңа видеоларды көріп отыратын боласыздар. Міне қарасаңыздар, біздің лепешкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.